Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Алдарыңызда көріп отырғандай Google қосымшасы арқылы Google Sites.com сайтын осылай іздеу батырмасы арқылы табатын боламыз. Келесі түрде загрузка жасалады, тікелей сайт құру платформасына тікелей кіреміз. Пустой сайт батырмасына басып, жаңадан сайт құруға жұмыстанамыз. Көріп отырғандарыңыздай заголовок страницы деп жазылып тұр. Бұл жерде сайттың атын немесе белгілі бір тақырыпты жазып қоюға болады. Ол үшін шрифттарыңызды, жаңағы тілді келтіріп алып, кез келген атауды. Мысалы, бұл жағдайда мен сенсорлық интеграцияны цифрландыру деп сайтты атадым. Жоғарыдағы батырмалардан сайттың шрифтін, жирный, курсив, түсін барлығын өзгертуге болады. Дәл қазіргі таңда маған осы шрифтта жалпы жирность барлығы ұнап тұр. Келесі, бұл сайттың бастапқы формасына біздер әртүрлі суреттерді сала аламыз. Вставить изображение деп, мысалы, поисктан сурет қоюға болады, немесе дайын фотолар, немесе дайын фото болмаған жағдайда Google картинки деп поисктан іздеп, кез келген сайттың тақырыбына сәйкес суретті тауып, Google'дағы іздеу батырмасындағыдай кез келген ұнаған немесе сайттың тақырыбына сай суретті қоюға болады. Мысалы, мен мына балалардың суреттерін таңдап отырмын, өйткені сенсорикаға жақын. Келесі, вставить изображение, загрузить деп, өзіңіздің компьютеріңіздегі тақырыпқа сай кез келген суретті қоюға болады. Бұл жерде де өзіңіздің компьютеріңізден, загрузкадан, документтен іздеп тауып, өзіңіздің қалаған суретіңізді қоя аласыз. Мен жағдайымда, мен кез келген мұны суретті қойып жатырмын, өйткені бұл сайт тек қана мысал ретінде көрсетіліп тұрды. Бұл жердегі батырмаға өзіңіздің сайтыңызда жүргізілген жұмыстар бойынша өзіңіздің қалаған суреттеріңізді қоя аласыз. Сонымен қатар мүмкін сайттың түсі, жаңағы темасы ұнамай тұрса, жазудағы осылай түрлі түсті фондарды қоюға болады. Сонымен қатар блоки контенті батырмасын басып, тағы да өзіңізге обзор ретінде сайтқа әртүрлі осындай поисктан іздеп, суретті және жазбаны қоюға болады. Жоғарыда көрсетілгендей выбрать изображение Google дисктан, ссылка арқылы, немесе дайын суретіңіз болмаған жағдайда Google картинкиден, немесе өзіңіздің фотоларыңыздың арасынан таңдауға болады. Бұл суреттерді таңдау өзіңіздің тақырыбыңызға байланысты, тағы да қайталаймын. Менің жағдайымда бұл сенсорлық интеграция, спортпен, немесе ата-аналармен жұмыстану болып келеді. Соған сәйкес мен жалпы өзіміздің жұмыстанып жүрген ата-аналарымызбен суретті саламын. Және де сол суреттің қасына мен ата-аналармен жұмыс деп жазу батырмасын басып қоямын. Міне ата-аналармен жұмыс жазу сөздері жазылғаннан кейін кез келген жирный, курсив шрифттерін таңдап, немесе тіпті сөздің заголовогын өзгертуге болады. Мына жазылған тексттің размерін өзгертуге болады, түсін өзгертуге болады. Бұл өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Ары қарай тағы да қалаған вставка батырмасы арқылы өзіңізге тексттарды қоя аласыз.
Әрине, бұл сайтты құрмастан бұрын өзіңізде белгілі бір жоспар болу керек. Өйткені сайттағы идея шашыраңқы болмау керек. Бұл тек жүргізіліп жатқан мысал жұмыстары, мысалы жүргізілетін жұмыс түрлері деп, мысалы заголовокты атап, кез келген астындағы батырманы басып, вставка арқылы әртүрлі суреттерді қоюға болады. Және де осылай жазуды үлкейтіп, текстті қалаған түсіңізбен жаңағы формасын өзгертуге болады. Сонымен қатар сайтқа страница батырмасы арқылы страницаларды қосуға болады. Әрине, бұл сайтқа кіру үшін және опубликовать ету үшін бұл сайтта сіздің өзіңіздің Google сайтыңыз болу керек, Google аккаунтыңыз болу керек. Google аккаунтында тікелей тіркелу болуыңыз керек. Мен өзімнің осы Google аккаунтым арқылы кірген болатынмын. Публикация жасалатын кезде қалаған жаңағы атауды жазып, публикация жасайсыз. Мен өзім тегімді жазып жатырмын. Осылайша сайтыңызды құрасыз. Загрузить общедоступно деп басып, публикация жасайсыз. Публикация жасағаннан кейін сайт опубликован дейді. Соған открыть деп басқанда мына дайын сайтыңыз шығады. Жоғарыдағы көріп тұрған адрес арқылы сіз жоғарыда көрсетіліп тұрған ссылкаңызды копировать етіп тарата аласыз. Немесе сол ссылкаңызды QR-ға айналдырып, общедоступны қылуға болады. Жалпы Google аккаунт арқылы мына өзіңіздің личный информацияңызды, даныңыз, конфиденциальность, безопасность барлығын настройка арқылы түзеуге болады. Көріп отырғандарыңыздай міне осындай бізде сайт жасалды.